әрқашан назар салып отырайық. Орныққан жүрек керек. Өйткені біз оны қуатқа алсақ, біз ұтып кетеміз. Адамның ондай мінез-құлқы бар. Ұмытшақ адам. Кешеде саған нәрсесін бүгін білмейді. Сосын әлемдегі намысы Алланы әрқашан біз еске алсақ, сол кезде біздің жүрегімізде әрқашан тыныш болады. Бұл дүниедегі кішігірім бір сынақтарға біз ешқашан назар аудармаймыз, оны елемейміз де. Жүрегімізде ауырмайды, шашымызда оны ағармайды. Ал жүрек дүниеге берілсе не, онда күнде өтеміз қандай түрде? Не дейді? Ал стресс, депрессия, психологтар жұмысы бәрі стресс. Оның бәрінен дүние. Ешқашан Аллаға берілген мұсылман қауымдарда стресс деген нәрсе болмайды. Өйткені бүкіл нәрсені, бүкіл деннің амалын Алладан екенін біледі. Қиыншылық болса да не? Жүрегіміз сабырлыққа. Жақсылық болса, ол жақсылықтың байлығына асып кетпейді. Жүрегін Аллаға тапсырып, әрқашан зекетін беріп, садақасын беріп жүреді. Сосын мына жүректі де ең бір жоғары шынайы момин пенделердің, әулиелердің жүректері осындай болады. Абу Ханифаның өзі Аллаһу Акбар өзі кемелері батып жатыр деген кезде сәл кідіріп альхамдулилля деген екен. Біраз уақыттан кейін жаңағы кісі хабаршы келеді, ұстаз кемелері батпады, басқа біреудің кемесі дегенде дәл кідіреді, альхамдулилля дейді. Сонда шәкірттері сұрайды, ұстаз екі түрлі хабар келді, екеуіне де альхамдулилля деп айтыңыз. Оның сұрап не дегенде Абу Ханифа ұстазымыз мен жүрегімді тыңдадым дейді. Дүние батып жатқан кезде сен қайғырдың ба? Жүрегіңді қайғырған. Одан артық нәрсе жасап жатыр, сағат беріп жатыр. Алланың бір жауабы және Аллахты ұлықтап, Алланың атын танытып жатыр. Ешбір жүрегім қан жеген жоқ дейді. Кейін дүние аман болды дегенде де жүрегіме назар аударылды. Ешбір қуанышым жоқ. Сол кейіпте білдірді. Сіз бен біздің қазір кейіпіміз болса, біз басқалаймыз. Қазір көшеде не көреміз? Екі машина тұрады, бүкіл қозғалысты болады, қарасаң ешқандай бір ешнәрсе жоқ ол жерде. Қара мына жерде сол балалардың сіз мына жерде кішкене тұрады сол жерде.